Сәлеметсіздер ме? Мен Иманова Гүлмирам Болатқызы, бастауыш сынып мұғалімі, Шоғы Мұңалұлы атындағы номер 5 жалпы білім беру мектебінің ұстазы. Сіздерге таныстыратын жобамның аты «Бірге үйренейік» жобасы. Бұл жобадағы негізгі алынған пән математика сабағы, математика пәні алынған болатын. Оқушылар 2 сынып оқушыларына жүргізілді. Бұл оқушылардың арасында бір-бірін түсіндіру арқылы бір математикалық сауаттылықтарын арттыру. Жобаның өзектілігі балалардың математикалық ойлау қабілетін арттыру, өзара ынтымақтастық қабілеттерін нығайту және пәнге деген, математика пәніне деген қызығушылығын, белсенділіктерін арттыру негізінде жүзеге асады. Негізгі жобаның мақсаты балалардың математикалық сауаттылығын арттыра отырып, білім сапасын көтеру. Жобаның негізгі міндеттері оқушылар арасында сыйластықты нығайту, математикалық білім деңгейін көтеру және де оқушыларға қиындық тудырып отырған тақырыптарды меңгерту, бірге жұмыс істеу арқылы оқушылардың қызығушылығын арттыру. Бұл жобаның жаңалығы, ең басты жаңалығы, бұл жерде оқушыға тек мұғалім ғана үйретпейді, оқушыға үйрету арқылы жұмыс жүргізіледі. Яғни негізгі жаңалық жұптық жұмыс ретінде балалар бір-біріне меңгермеген тақырыптарын үйрететін болады. Осы жұмыс арқылы, яғни әр бала мұғалім рөлінде жұмыс жасайды. Бұл жобаның ұзақтығы 3 кезеңде жүргізіледі. Бірінші кезең бұл қыркүйек айында, екінші кезең жыл бойы жүргізіледі. Үшінші кезең соңғы мамыр айында, яғни жоба бойынша қорытынды жүргізілетін болады. Қатысушылар 2 сынып оқушыларына жүргізген болатын. Бірінші кезең бұл танысу және мақсат қою. Бұл жоба бойынша ең бірінші кезеңде балаларға осы жобаны түсіндіре отырып, олардың жұптық жұмыс жасайтындығын және оқушылар бір-біріне тақырыпты түсіндіретін, бір-біріне көмектесу керектігін және бірлесіп жұмыс жасайтындығын оларға ескертемін. Және бірінші кезеңде ең алғаш сауалнама алынады. Олардың білетін, білмейтін тақырыптарын және бір-бірімен қарым-қатынастарын білу үшін сауалнама аламын. Бірінші кезең, яғни 4 тақырыптан тұрады. Және бірінші кезең бойынша балалардың ең бірінші ынтымақтастықтарын нығайтып алу үшін психологиялық ахуал сергіту сәттерінде балалармен жұптық жұмыстарын күшейтетін боламын. Осы сауалнамалар нәтижесінде ең соңында балалардың мінез-құлықтары мен бір-біріне қарым-қатынастарын және қай тақырыпты меңгермегендігі бойынша балаларды жұптастыратын боламын. Бұл менің жұмысым, яғни оқушыларды жұптастырамын. Бұл сауалнама алу барысындағы суреттер. Бұл сабақ барысында балалардың ынтымақтастықтарын нығайту, бір-бірін сыйластықтарын арттыру үшін жүргізілген жұмыстар нәтижесі. Жұптастыру парағы, яғни сауалнама нәтижесі бойынша балаларды 2-2-ден жұптастырдым. Бұл жұптастыруға негізге алынған бұл мінез-құлықтары, балалардың бір-бірімен жұмыс істей алуы және білім деңгейлері бойынша жұптастырған болатынмын. Жұптар, әрбір тақырып аяқталған кезде жұптар өзгеріп отырады. Бір оқушы кем дегенде 2 немесе 3 оқушымен жұптасатын болады. Және де жұптардың қосымша сабақтары, жұптар мен олардың деңгейі көтеріліп жатыр ма, жоқ па, қандай қиындықтар туып жатырғандығын анықтау үшін, өзім жеке жұмыс жасау үшін осы күндері балаларды 5 жұппен, яғни әр күні 10 оқушыдан шақырып отырамын. Балалармен жеке жұмыс жасау үшін. Екінші кезең бұл математикалық тапсырмалар. Осы 2 сыныпта өтетін тақырыптар бойынша мен ең негізгі деген бала үйрену керек деген 4 тақырыпты алған болатын. Бұл тақырыптар 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттап және жазбаша қосу және азайту, және көбейту мен бөлу, саны және әріпті өрнектер, және соңғы тақырып бұл қарапайым және күрделі теңдеулер. Балаларға осы тақырыптар меңгеруге қиын болғандықтан осы тақырыптарды алдым. Бұл тақырыптар бойынша жүргізілген жұптық жұмыстың түрлері осы жерде көрсетілген. Яғни балалар меңгерген оқушы, меңгермеген оқушыға осы тақырыптар бойынша бір-бірін үйретеді. Бұл тақырыптар бойынша үйретілген жұмыстар, бұл сабақ барысында жұмыстар, жұптық жұмыстар балалардың бірге орындалған. Бұл бір-біріне үйрету үстіне, яғни қоңырау уақытына немесе сабақтан ерте келген кезде балалар мысалы теңдеу білмеген оқушы, білген оқушыға тақтаға осылай есеп беріп бір-бірін үйретіп жатыр. Бағандап қосу азайтуда да үйретеді, мысалы сабақтан кейін немесе сабақтың алдында. Бұл көбейту кестесін жаттатқызып жатыр, сабақ үстінде, қоңырау уақыттарында балалар ойын арқылы көбейту кестесін үйреніп жатыр.
және бұл оқушылардың жұмыс дәптерлері бір-біріне есеп жазып береді дәптерлерге, сол есепті қасындағы жұбына шығартады, дұрыс емес деп тексереді, және мен де олардың дәптерін тексеріп отырамын. Бір-біріне есеп беру үшін осындай дәптерлер бастаған болатын. Бұл сабақ барысындағы алынған дәптерлері меңгермегендігі туралы. Осы жұмыстар, осы кезең аяқталғаннан кейін, яғни әрбір тақырып аяқталғаннан кейін балаларды марапаттап отырдым, жұптарды. Яғни бір-біріне үйрете алған жұптарды марапаттап отырдым. Өзгерісі бар, нәтижеге жеткен оқушыларды марапаттап, балалардың көңіл-күйін көтеру мақсатында жүргізіліп отырылды. Үшінші кезең қорытынды. Осы қорытынды кезеңде балалар жұптар есеп береді, яғни мен осы тақырыпты үйреттім, көбейту мен бөлуді үйреттім, кестені жаттатқыздым деп балалар өзінің жұптары бойынша есеп береді. Бір-біріне алғыс айтады, және де өздерінің сол жұптар барысындағы суреттерін мен балаларға көрсеткен болатынмын. Олардың көңіл-күйлерін, өздерінің мақтанып тұту үшін, өздерінің бойындағы көшбасшылық қабілеттерін нығайту үшін балаларға осындай сурет видеоларын көрсеттім. Күтілетін нәтиже бойынша осы жобада негізгі біздің нәтижеміз білім сапасы көтерілді, балалардың ынтымақтастықтары нығайды, білім сапасы артты және математикалық деңгейлері көтерілді, дағдылары көтерілген болатын. Ең бастысы оқу процесіне белсене қатысып, білім сапасы артты. Бұл әр тақырып бойынша диаграмма құрдым, яғни 100 көлеміне сандар қосумен азайту бұл толық білетін және қателесіп шығаратын меңгермеді деп үшке бөлдім. Меңгермеген оқушы 18-де 1% болса, жобадан кейін ол меңгермеген оқушы 13-те 6%-ға түскен болған. Кем дегені 2-3 оқушы осы тақырыпты меңгерді. Бұл көбейту мен бөлу тақырыбы бойынша толық білетін оқушы 22-де 7% көрсетсе, жобадан кейін толық білетін оқушы 45-те 4%-ға көтерілді. Бұл жаңағы 4 тақырып бойынша деңгейлер. Енді келесі бұл математика пәні бойынша 90 соңындағы сапалары. Бірінші 90-ның 2% көрсетсе, екінші 54-те 5%. Яғни әрбір 90 арасында бір немесе екі оқушы өзінің 90-дық бағасын жөндей алды. Бұл дегеніміз, яғни оқушыға көмектесе алады деген сөз. Жобаның тиімділігі оқушылар тек математика пәні емес, осыдан басқа әдебиет, қазақ тілі пәндерінде де, дүниетану, жаратылыстануда да балалар өзінің жұптарын итермелеп, яғни сүйреп жүрді десем де болады. Бір-біріне көмектесіп, жұбын жетектеді. Үй тапсырмасын орындап келдің ба, ертең сабақ айтарсың мысалы деген сияқты сабақ айт бүгінде бір-біріне қолдау көрсетіп отырған болатын. Қызығушылықтары артты, білім алмасы, яғни түсінген оқушы түсінбеген оқушыға білімдерін үйретіп, сапасын көтеруге жұмыс жасады. Яғни ең бастысы бұл математикалық сауаттылықтары артып және білім сапасы жоғарылаған болатын.